Сәлем достар, сіздерге бүгін ерекше үйге келген қонақтарыңызды таң қалдыратын дәмді солнышко салатын жасап көрсетемін. Үлкен тәрелке аламыз, үстіне дөңгелек формамызды қоямыз. Менде бұл жерде форма диаметрі 18. Ортасына стаканымызды қойып аламыз. Ең алдымен суда піскен тауық етін турап саламыз. Үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Қасықтың көмегімен бір келкетіп жағып нығыздап шығамыз. Екінші слой бізде консервированный ананас. Ананасымызды да майдалап, кубик қылып турап, салып шығамыз бір келкі қылып. Майонезімізді бір келкетіп жағып шыққаннан кейін үстіне түркіден өткізілген жұмыртқамызды салып шығамыз. Жұмыртқамыздан кейін грек жаңғағын саламыз. Грек жаңғағы менде блендерде майдаланған. Сіздер де осылай майдалап, немесе пышақпен майда етіп турап шықсаңыздар болады. Осылайша әр слойдан кейін майонезімізді жағып шығамыз. Жаңғағымыздан кейін теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Кез келген сыр түрі жарай береді. Ең соңғы слойда кукурузамызды бір келкетіп әдемілеп жайып шығамыз. Стаканымыз бен формамызды аларда мұқият боламыз. Салатымыздың формасын құртып алмау керекпіз. Салатымыздың бетін Pringles чипсымен әсемдеп шығамыз. Салатымыз өте тойымды, дәмді болып шығады. Жақындарыңызға міндетті түрде жасап қуантыңыздар. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Жанар.